Хирургияда ұйқы безі түсініктері, артықшылықтары, қауіпті жағдайлар мен сәйкес анатомиясы. Ұйқы безі ас қорыту жүйесінің маңызды ағзасы, сәйкесінше оның бұзылысы үлкен зардап алып келуі мүмкін. Жедел және созылмалы панкреатит, панкреатикалық кисті және ұйқы безінің қатерлі ісігі. Аталған бұзылыстар бір науқаста бір уақытта кездесуі мүмкін. Жайылған қатерлі ісік немесе ұйқы безінің секрециясы шығатын өзектерінің өтімсіздігі туындағанда, дәрігер ұйқы безді немесе оның бір бөлігін алып тастауға кеңес береді. Хирургияда бұл бірнеше мақсатта орындалады. Ауру сезімі басу, ас қорытуды жақсарту, функцияның ары қарай да төмендеуін тоқтату және кистаны немесе ісікті алып тастау. Ұйқы безі дененің анатомиялық күрделі аймағында көрші ағзалармен тығыз және ортақ қан тамырларымен байланыса орналасқан. Осылайша ұйқы безіне жасалатын ота әдетте бірнеше ағзаларды алып тастаумен қоса жүреді. Киста, ісік және обструкция ұйқы безінің басында болса, онда Whipple деп аталатын ота әдісімен жасалады. Классикалық Whipple процедурасы ұйқы безі басын, асқазанның төменгі бөлігін, өт жолдарын және жіңішке шектің бір бөлігін алып тастаумен жүреді. Кейбір жағдайларда пилорус сақталады. Whipple процедурасы асқазанның зақымдалмаған аймағында жасалады. Екі жағдайда эффективті болып табылады. Қалған ағзаларды байланыстыру процедурасы былай. Ұйқы безі денесі мен құйрығын, қалған өт жолын, асқазанды жіңішке шекпен байланыстырады. Киста, ісік және обструкция ұйқы безінің денесі мен құйрығында орналасса, дистальды панкреатоктомия жасалады. Дистальды панкреатоктомияда зақымдалған ұйқы безі мен көкбауырды алып тастайды. Процедураны аяқтау үшін қалған ұйқы безі бөлігін тігеді. Сонымен қатар тотальды панкреатоктомия әдісі бар. Бұл жағдайда ұйқы безі толық алынып тасталынады. Себеп ретінде центральды орналасқан ұйқы безі мойны ісігі, үлкен немесе көптеген ісіктер, ауыр созылмалы панкреатит және негізгі өзек немесе аралас кистоз аурулары. Тотальды панкреатоктомияда ұйқы безі түгел, 12 шек, өт жолдарының бір бөлігі, көкбауыр алынады. Процедураны аяқтау үшін өт жолдарын, асқазанды және жіңішке шекті байланыстырады. Отадан кейін науқас кейбір алынып тасталған ағзалардың атқарып жүрген функцияларынан айырылуы мүмкін. Бірақ та бұл жағдайлар емделеді, немесе бақылауда ұсталынады. Whipple процедурасынан кейін айтарлықтай өт қапшығына немесе өт жолдарына байланысты функционалды жоғалтулар болмайды. Бірақ та диабет дамуы, нәжісте стеатория жағдайы, ас сіңілуінің баяулауы мүмкін. Дистальды панкреатоктомиядан кейін диабеттің дамуы, нәжістегі стеатория, тромбоциттердің санының өзгеруі және инфекцияларға төзімсіздік туындауы мүмкін. Тотальды панкреатоктомиядан кейін Whipple және дистальды панкреатоктомиядан кейінгі пайда болған өзгерістердің барлығы көрінеді. Сонымен қоса ұйқы безінің барлық функцияларын жоғалтады. Инсулин және фермент бөлінуі секілді. Панкреатоктомия кейбір жағдайларда инсулин өндіруші аралшықтардың трансплантациясымен бірге жүруі мүмкін. Яғни бұл дегеніміз алынып тасталған ұйқы безінің аралшықтарын алып бауырға отырғызады. Бұл процедура ағзаның инсулинге қажеттілігін төмендетуі немесе жоюы мүмкін. Ұйқы безіне жасалатын ота қауіпсіз, эффективті, сәтті өтеді және науқастар отаны жақсы көтере алады. Отаның артықшылығы әдетте туындаған функционалдық жеткіліксіздіктерден басымырақ. Себебі бұл жағдайлар эффективті түрде оңай бақыланады. Ең тиімді шешімді көп салалы арнайы ұйқы безінің ауруларына маманданған хирургиялық орталықтардан таба аласыз.